Әлемді шошытқан оқиға. Тампонның кесірінен екі аяғынан айырылған американдық модель. Сән индустриясында оны алтын аяқты қыз деп атайды. Ол ағзаға гигиеналық тампон арқылы түскен жұқпа кесірінен аяғынан айырылған американдық модель Лорен Вассер. 2012 жылы Лорен қолданған тампоннан оған стафилококк жұққан болып шықты. Бактерия жұқпалы уытты шок тудырады. Алғашқы белгілері тұмауға ұқсайды, алайда қыздың хал жағдайы нашарлай берген. Ол жүрек ұстамасынан соң жансақтау бөлімінен бір-ақ шыққан. Содан соң оның аяғын гангрена, яғни тіндердің шіруі зақымдайды. Оның оң аяқ табанын және балтырының бір бөлігін, сондай-ақ сол аяғының башпайларын кесіп тастайды. Дәрігерлер оған сол аяғын кесуді ұсынады, бірақ Лорен оны сақтап қалуға қатты үміттенеді. 2017 жылдың қараша айында модель өз өмірі жайлы InStyle баспасына берген сұхбатында былай дейді: "Менің сол жақ табанымда ашық жара бар. Өкше мен башпайларым жоқ. Бірнеше айдан кейін бұл аяқты да кесу керек. Басқа амалым жоқ." Лорен америкалық басшылықта елдерге арналған гигиеналық өнімді өндірушілерге олардың құрамында қолданылатын компоненттерді, сондай-ақ олардың денсаулыққа мүмкін залалын ашық айтуға міндеттейтін заң жоба қабылдауға шақырды. 1997 жылдан бастап Конгресс бұл заң жобаны 10 рет қарастырып, әркез одан бас тартты. Жылына тампон қолданатын әр 100 мың американдықтың 3-4 жағдайында жұқпалы уытты шок кездеседі. 1980 жылдары одан 38 әйел қайтыс болған. Лорен бір жылдай мүгедектер арбасында отырған. Ол депрессиямен күресіп, қайтадан өмір сүруді үйренді. Лорен қалпына келген соң, модельдік мансабын одан әрі жалғастыруды қолға алады. Қазір Лорен атақты брендтердің жарнамалық компаниялармен белсенді түрде жұмыс істейді. Журнал беттеріне суретке түседі. Модель ретінде подиумдарға жиі шығып тұрады және нашар жұмыс істейтін тампон өндірушілермен күресін жүргізеді. Тампон өндірісіне диоксин, синтетикалық талшықтар, химиялық хош иістендіргіштер және басқа да зиянды компоненттер қолданылатын көрінеді. Ал олар әйел денсаулығы үшін өте қауіпті. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.